Адал азамат, әділ қоғамның негізі, ел болашағының сенімді тірегі. Бүгін біз Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру барысын таныстырамыз. Бұл құндылықтар оқушы тұлғасын жан-жақты дамытудың өзегі. Бұл біздің адал әрекетіміздің нақты көрінісі. Адал азамат бағдарламасы әр оқушының жүрегіне сенім, санасына жауапкершілік ұялатады. Жақсылық жасау, үлкенді құрметтеу, елге қызмет ету біздің басты ұстанымымыз. Біз болашаққа нық қадам басқан адал ұрпақпыз. Жаттамаймын, апай бірдеңе болса мирас семіреді. Сен де сонда апайың бірдеңе бір сантиметр бересің ба? Бірдеңе айтқан кезде білсем айтам, білмесем айтпаймын. Ақыңды жібермей балам-ау, саған тиіскен адамның аяғын көтен жерге түсіретініңді білесің ғой. Жарайды ма, мұнда ақша берші. Бары осы, осыма. Той маңнан аз ғой, ештеңеге жетпейді. Бары осы, алсаң қой. Балам қайтсақ, сабағын оқыдың ба? Я оқыдым. Кел заңғасы кеші. Заңғасы да күшен созған, өте пайдалы. Заңғасы түбін береді. Аш бала, ашуан шарқы береді. Әрине анасы. Анасы мектепті маған ақшаны берсеңіз. Не балам, барақша осы. Балам, сабағыңды жақсы оқы, ұстаздарыңды тыңда, оларға сөз айтады. Үлкен адамдармен амандасып кел. Сонда ғана жолың ашық болады, үлкен ер азамат болады. Жарайды анасы. Мама, осы бәрі сіздің кесіңізден. Сіз маған аз ақша беріңіз, қазымды тойдырмайсыз. Мен өзім ашуланшақпын. Ал әділетті қараш. Әділет сыпайы, сабырлы, салмақты бала. Ал мен неге сондаймын? Неге? Мен осы телефон болса, мен де солай баптап ұстаушы едіңіз. Құрметті ата-аналар, балаларыңыздың болашағы өз қолдарыңызда. Бала біздің көргенімізді жасайды, біздің жүрген жолымызбен жүреді. Балам, келіге сабағың қалай? Анашым, мен бүгін сізді қатты қуантқым келеді. Мен бүгін 4 пәннен 5 алдым. Қазақ тілінен, орыс тілінен, ағылшыннан және математикадан. Айтпақшы анашым, мен бүгін сіз берген ақшаны жаратпай, үйге нанды алып келдім. Ой ақылды, үйдің қамырайдың нағыз ер азамат екенсің. Құрметті ата-аналар, балаларыңызға қандай тәрбие жасасаңыздар, қоғамда сіздің балаларыңызға сондай қарым-қатынас жасайды. Балалардың болашағы біздің қолымызда. Қазақстанның болашағы біздің қолымызда.